Мұнда Иса Мәсіх Құдайдың рухани ұлы туралы ізгі хабардың бастамасы жайында баяндама берілген. Бұл жөнінде пайғамбарлардың жазбаларында Құдайдың мына тәрізді сөздері алдын ала жазылған. Біліп ал, мен хабаршымды алдыңнан жіберемін. Ол жүретін жолыңды дайындап қояды. Жар салған дауыс шығады айдалада. Жаратқан иеге жолды дайындаңдар. Түзу қылып даңғыл жолды салыңдар. Осы сөздерге сай, Жақия пайғамбар Йордан алқабындағы ен далада пайда болып, кездестірген адамдарына былай деп уағыз айтты. Теріс жолдан қайтып, Құдай жолына түсіңдер. Соның белгісі ретінде шомылдыру рәсімінен өтіңдер. Сонда Құдай күнәларыңды кешіре. Содан бүкіл Яхудия аймағы мен Иерусалим қаласынан адамдар Жақияға ағылып келіп жатты. Олар күнәларын мойындаған соң, Жақия оларды Йордан өзенінде шомылдыру рәсімінен өткізді. Жақия түйе жүнінен шапан киіп, қайыс белбеумен белін буып жүретін, әрі шегірткелерді және жабайы араның балын жеп тамақтанатын. Жақия былай деп те уағыз айтты. Менен құдіретті біреу, менен кейін келе жатыр. Оның құлы болып, кебісін әперуге де тұрмаймын. Мен сендерді суға шомылдыру рәсімінен ғана өткіздім. Ал ол сендерді Құдайдың киелі рухына шомылдырады. Сол күндері Галилея аймағындағы Назарет қаласынан Иса осы жерге келді. Жақия оны Йордан өзенінде шомылдыру рәсімінен өткізді. Иса судан шыққан бойда көктің ашылып, киелі рухтың көгершін сияқты өзінің үстіне қонғанын көрді. Көктен: «Сен менің сүйікті рухани ұлымсың, саған толықтай ризамын» деген дауыс шықты. Мұнан кейін көп ұзамай, киелі рух Исаны айдалаға баруға мәжбүрледі. Жабайы аңдар мекендейтін сол жерде Иса 40 күн болып, әзәзіл шайтан оны сынақтан өткізді. Содан кейін періштелер Исаға қызмет көрсетті. Жақия пайғамбар тұтқындалғаннан кейін Иса Галилея аймағына барды. Сонда ол Құдайдың ізгі хабарын жариялап, былай деді. Енді уақыт жетіп, Құдайдың патшалығының жер бетіне орнайтын кезі таяп қалды. Теріс жолдан қайтып, Құдайдың жолына түсіп, ізгі хабарға сеніңдер. Бірде Иса Галилея көлінің жағасымен келе жатып, Шимонды және оның інісі Әндірді көрді. Балық аулап күнелтіп жүрген олар көлге ау салып жатты. Иса оларға тіл қатып: Соңымнан еріңдер. Мен сендерді балық аулағандарың сияқты, бұдан былай адамдарды жинап әкелетін етем, деді. Екеуі дереу ауларын тастап, Исаға шәкірт болып берді. Иса тағы біразырақ жүргеннен кейін Зебедейдің ұлдары Жақып пен Жоханды көрді. Екеуі қайықта ауларын жамап отыр екен. Иса оларды да бірден өзіне шақырды. Екеуі әкелері Зебедейді жұмысшылармен бірге қайықта қалдырып, Исаға шәкірт болып берді. Иса шәкірттерімен бірге Қапарнаум қаласына барды. Келесі демалыс күні Иса мәжілісханаға барып, жұртқа тәлім бере бастады. Олар оның тәліміне таңданып, қатты қайран қалды. Себебі Иса оларға дін мұғалімдері сияқты емес, Құдайдан келген ерекше билікпен тағылым берді. Сол кезде мәжілісханада жын соққан бір кісі де болды. Ол қатты дауыстап: «Назареттік Иса, бізде нең бар? Бізді құртуға келдің ғой. Кім екеніңді білемін. Сен Құдайдың киелісісің» деп айғайлады. Бірақ Иса жынға: «Үніңді өшір, шық одан» деп қатаң бұйырды. Сонда жын сол адамды қалшылдатып, қатты дауыспен айғай салып, денесінен шығып кетті. Барлық жұрт үрейлер ұшып:
Бұл немене? Не қылған жаңа әлем? Ол тіпті жындарға билікпен бұйрық беріп, олар оған бағынады ғой. деп өзара сұрасып таңғалысты. Тез арада Иса туралы хабар сол төңіректегі Галилея аймағының барлық жеріне жайылды. Көп ұзамай Иса мәжілісханадан шығып, Жақып, Жоханмен бірге Шимон мен Әндірдің үйіне барды. Шимонның қайненесі безгекпен ауырып, төсек тартып жатыр екен. Үйдегілер бірден бұл туралы Исаға айтып берді. Иса әйелдің қасына барып, оны қолынан ұстап орнынан тұрғызды. Сол сәтті қызуы басылып, сауығып кетті. Әйел оларды күтіп, қызмет ете бастады. Күн батып, кеш түсе жұрт науқастар мен жын соққандардың барлығын Исаға алып келді. Күллі қала халқы сыртта есік алдына жиналды. Иса алуан түрлі аурулармен азап шеккен талай науқастарды сауықтырып, көптеген жындарды қуып шығарды. Өзінің мәсіх екенін жындар білгендіктен, Иса оларды сөйлетпей тастады. Ертеңіне таң атпай тұрып, үйден шыққан Иса оңаша бір жерге барып мінәжат етті. Ал Шимон мен қасындағылар Исаны іздеп шықты. Оны тапқаннан кейін оған Елдің бәрі сізді іздеп жүр. деді. Ал Иса оларға Жақын маңайдағы ауылдар мен қалаларға барайық. Сол жерлерде де ізгі хабарды уағыздамақпын. Себебім мен сол үшін осы дүниеге келдім. деп жауап берді. Бұдан кейін Иса бүкіл Галилея аймағын аралап жүріп, мәжілісханаларында уағыз айтты, әрі адамдардың бойындағы жындарды қуып шығарды. Бірде алапеспен ауырған бір кісі Исаның қасына келді. Сол адам тізе бөгіп тағзым етіп Исадан Егер қаласаңыз, мені құлан таза сауықтыра аласыз. деп өтінді. Оған жан ашыған Иса қолын созып денесіне тигізді де Қалаймын, құлан таза сауығып кет. деді. Сол сәттақ ауру адам алапесінен арылып тазарды. Көп ұзамай Иса оны жолға шығарып, оған былай деп қатаң тапсырды. Байқа, бұл туралы ешкімге де тіс жарушы болма. Бірақ діни қызметкерге барып қарал. Содан кейін Мұса пайғамбар бұйырған тазару рәсіміне арналған құрбандықты ұсын. Бұл жұртқа сенің сауыққаныңның дәлелі болады. Алайда әлгі адам сол жерден шығысымен ақ болған оқиға туралы бүкпесіз айтып, хабарды тарата бастады. Сондықтан Иса бұдан кейін қалаларға ашық түрде кіре алмай, қала сыртындағы елсіз далада тұратын болды. Ал халық оның қасына әр жақтан ағылып келіп жатты.